Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп ұлы Абай атамыз айтып кеткендей, білімді де білгір шәкірт тәрбиелеу ұстаздан басталары сөзсіз. Ұстаз киелі ұғым. Осы ұлағатты сөздің астарында білімділік те, ақылдылық та, мейірімділік те, зерделік те жатқан жоқ па? Мен 2000 жылы 22 желтоқсанда Алматы облысы Кеген ауданы Шырғанақ ауылында дүниеге келдім. Орта білімді аталған Іңкәрбек Жұмағұлов атындағы орта мектебінде 2018 жылы аяқтадым. Студенттік шақтарым 2019 жылы Алматы шаһарындағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде өтті. Университетті 2023 жылы қазақ тілі мен әдебиеті мамандығында аяқтадым. Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім шабыттандырады деген екен. Өскелең ұрпақты биік мақсаттарға жетелеу, өз бойында бүкіл адамзаттық құндылықтарды жинақтаған, өз өміріне өзі басшылық жасап, өзін-өзі дамытатын тұлғаны тәрбиелеу бүгінгі білім беру ұйымдарының алдына қойған міндеттерінің бірі. Осы міндетті іске асыру тетігі ұстаздарға байланысты. Іскер, жаңаға жаны құмар, үздіксіз ізденіс үстіндегі мұғалім ғана оқушыға сапалы білім бере алады. Жұмыс бастаған бір жылдан астам уақытында біршама тәжірибе жинадым. Басты мақсатым жаңа инновациялық технологияларды пайдалана отырып, сабағымды қызықты әрі түсінікті өткізу. Мен үшін білім сапасы бірінші орында. Сабағымда жасанды интеллект, интербелсенді тақтада жұмыс, WordWall, Learning App, Educable сынды сайттармен жұмыс жасатамын. Бұл сабағымды едәуір жеңілдете отырып, оқушыларымның қызығушылығы мен белсенділіктерін арттырады. Өзгенің бақытын аялаумен, өз уақытын аямаумен ғұмырын өткізетін ұстаздар қауымына бүгінгі таңда жүктелер міндет аса салмақты. Мұғалім әрқашан ізденісті талап ететін мамандық. Әсіресе жас маман ретінде шығармашылық ізденісті тоқтатпай, өз білімімді оқушыларға бөлісумен қатар, ой толғаныстарымды көпшілікке де ұсынғанды құп көремін. Әлі де балапан қанаттары қатаймаған шәкірттерім талай байқауларға қатысып, талай бәйгенің жүгенін ұстайтындарына ұстаздық жүрегім күмән келтірмейді.